Сәлем достар, қалайсыздар? Өткен жолы біз Астарлы Ақиқаттың 15 жаста тудым деген бір бөлімдеріне реакция істедік, және көрермендердің көбі пікірде 7-ші бөліміне реакциясын түсіріңдерші деп жазған еді. Енді бүгін біз 7-ші бөлімге реакциямызды түсіреміз. Достар, бұл тек қана реакция емес, бұл жалпы былай разбор деп айтса да болады. Бірнандай психологический анандай толықтардың, қадамдарын қалай қолданатын. Я, әрине біз психолог емеспіз. Я, әрине біз эксперт маман емеспіз. Бірақ дегенмен кейбір нәрселерді біз сияқты қарапайым адамдарда байқауы мүмкін. Осы жерде жай ғана өзіміздің реакциямызды түсіретін боламыз. Қарапайым сөзбен айтатын болсақ, достар, біз мұнда диванда отырмыз. Дивандық эксперттер деп айтса да болады, иә? Дивандық эксперт деп айтса да болады. Иә, сондықтан кез келген пікірлер қабылданады. Жазыңыз, ал біз бастаймыз. Өткен бағдарламада райынан қайтып, қателіктерін мойындап, Назакат пен балам Ахметке қамқор боламын деп ағынан жарылды. Сол қызға үйленем, балам менікі ақыр дедім. Мен қашып атқан жоқпын балам дедім. Балам менікі, Назакатты да баладан мен асырамын. Дейді? Хайба, мойнына түндің ме? Бұл жерде маска кимей-ақ қойсын да бұл. Осы пощечинаның көбі комментарийде дәл осы алдыңғы выпусктарда постанова деп жатыр. Әрине постанова. Оқиға негізі шын оқиға, бірақ дегенмен мүмкін продюсерлер айтқан шығар, студияға шыққан кезде келесінде бетінен бір шалп өттіресін деп, типа түк болмайды, он и так заслужил деген сияқты ма? Бірақ мен ойынша пощечина артық болған жоқ. Енді өздері өз әр адам өз шешеді. Киім әперді, памперс әперді, мен үшін емес, баласы үшін әперді ғой. Іленің бәрін бастап, кейін іс Насырға шапқанда табан жалтыратқан Ділшат, Баха болу, кәдік дегенді Назакат. Баха деген, Севинч деген адамдар туралы естуіңіз бар ма? Жоқ, ол Баха деген программаны көрдім, ол Баха деген жоқ шығар, сол Баха деген сол өздері выдумать етіп Ділшат. Негізі бар ғой, әйтеуір көршілер бәрін біліп отырады, бәр жерде көршілер бәрін біліп отырады. По-любому Назакат пен мамасы мына адам постоянно жүретін киімін біледі ғой, мына қай көршісі екен көріп тұр ғой, примерно түсініп тұр ғой. Ана туфлиін қарап, ана несін, рубашкасын қарап, екен бір қойып. Бізге де білмейді, олар өздері біледі ғой. Ол Баха деген. Көбісінің айтуы бойынша, біз іздеп жүрген Баха өмірде жоқ. Ал өмірдегі бар адам ол Ділшат. Назакаттың Баха деп жүргені бөлесі Ділшат па? Қарындасын өзі құртып, күмән мен күдікті кетіру үшін кәмелетке толмаған бой жеткенде өзге жігіттердің астына әдей жатқызды ма? Қараш. Даже мына жерде ана кадр үшін белгілі бір кішкентай постановалар жасайды. Жаңа есікті ашқан кезде сразу маскамен ашып тұрды. Байқадың ба, қараш? Ділшат па? Қарындасын өзі құртып, есікке келе жатыр. Сразу маскамен ашып, ол өз үйінде маскамен жүрме? Оған жаңа басынан айтып қойды ғой. Короче, сен маска ки, қазір біз келеміз, сен есікті ашасың деп. Бой жеткенде өзге жігіттердің астына әдей жатқызды ма? Ділшат өз ақиқатын айтуға келісті. Түркістандық топ жігіттің балығы мен қаршадай қыздың қылығын бүгін түйіндейміз. Алдындағы 6 выпускта Ділшат жоқ болды да, походу ең соңына қалдырды да, сол Ділшатта бір какой-то бір белгілі информация, бір ақпарат бар ғой деймін. Ділшатты шақырамын. На кофтасы сең сияқты. Соны отырмадың ба, е? Түрі көрді. Қазір байқандаршы, ана кімнің, Каримнің түрі қалай резко өзгерді, типа. Неме келдің ба деген ашық түрдегі агрессия ғой қаршы. Ашық түрдегі агрессия ғой мына Каримнің түрі. Тұрады, пауза. Но қазір мені өткен выпускада ұрды, енді қазір ішіндегі жынның барлығын шығарайын деп отыр ғой. Примерно мына түрімен миында кімге ана Ділшатқа сен папалсың деп тұрған жерде қаршы. Ділшат, Астарлы Ақиқаттың студиясында қауіпсіздік жағдайларын бұзбайды. Давай, қайда қарап жатсың? Қалар алсаңшы. Кәрім ашуыңды бас. Қауіпсіздік қызметі. Кәрім ашуыңды бас. Біз Ділшатпен сұхбаттасуымыз керек міндетті түрде, сондықтан да ашуын басу үшін студиямыздың сырт. Кәрімді әкетпендер. Пікірлеріңізді сұраймын. Саламатсыздар. Сәлеметсіз бе, Ділшат? Ал шын мәнінде Бірақ туыстық жоқ. Назакаттың просто екеуі бір руға жатады да, сол себептен бөле-бөле де кеткен. түсінікті. Жасының нешеде екендігін білесіз бе? Білем. Нешеде? Ол кезде 14 жасында еді. Назакат. Демек, сіз Назакаттан? Мектеп оқушы қыз еді. Өзім қарындасы ретінде. Қараш, сұрақ қойды. Білесіз бе нешеде деп? Ол кезде 14 болды. Қай кезде? Не істеген кезде? Танысқан кезде ме?
әлде қызды бұзған кезде ме? сыйлайтын едім назакат. Бір қызығы, сіз назакатты өзіңіздің сол ақ мерсіңізбен мектепке апаратын едіңіз. Не себептен кәрім секірді жаңа неге типа өлтірем деп, соғам деп ана кімді Дильшатқа. Просто так оған жүгірген жоқ қой. Иә, өйткені мынау Бірдеңке тындырды мынау. Назакатпен қалай таныстыңыз, айтып бере аласыз ба? Назакатпен ба? по-любому бала кезден біледі. Бекзат деген нағасы тұрған біз жақта квартирада. Иә, естуіміз бар. Бекзат біз жақта тұрған нағасы. Сіз Бекзаттың көршісіз, содан кейін танысасыз Назакатпен. Танысып кетеміз. Ол 2019 жылдың қай айы болатын? Сентябрь ма сондай. Сол Бекзат нағасы. Бірақ мына Дильшат ана кімнен қарағанда, Кәрімнен қарағанда әңгімеге кішкене нетеді, или хитрый ма? Енді просто әркімде әртүрлі ғой, ана кімде Кәрімде просто когнитивный нагрузка көп болып кетеді миында. И сол себептен ана нені или өтірік айтқысы келмей ме, или просто іштенке айтпай просто үндемей отыра салам деп ойлай ма. А мынау уже егер бірдеңе тыңдырып келсем, уже дайындалып кетті, мен не айтам, қалай айтам деп. Ең қызығы, Назакат, сіз өзіңіз өткен бағдарламада бізге айтқан болатынсыз. Осы Дильшат маған азын аулақ ақша беретін деп. Иә? Неше теңге беретін мәселен? 5 теңге, 1000 теңге беретін тұғын. Жиі ма? Жиі емес. Аптасына? Өзіміз жаңа үйде продуктовый магазиннен қарыз алып бересің, магазин қарыз бермеген кезде сұрап тұратын едім. Қарызды кейін қалай қайтаруды талап етті бұл кісі? Қалай қайтарды? Өзім мамама айтам ақша алған кезде қарыз тарқатамыз ғой, магазин аяққа тарқатамыз. Сол кезде мынан қарызы бар деп айтам. Сөйтіп бұны шақырам үйге. Дильшат мына кеше берген ақшаны алып кетті. Сосын есіктің алдына келеді, көшеден алып кетеді ақшасын. Сіңлімнен болмаса әнінен бер жібереді. Фатима апай, соңғы кездері Дильшат мырзаға қанша теңге қарыз болдыңыздар? Есіңізде ме? Қарызын өтедіңіз бе Дильшаттың? Қанша теңге бергеніңізді айта аласыз ба? Мен бұл такси Бір 10.000 теңге дей. Дина кішкене передерге өтеді тұрды. Не себептен, сен шын мәнінде жақсы адамсың ба? Ондай жақсы адамдар вообще бола ма деген. Бүгінгі бағдарламашын айтқан кезде күтпеген кейіпкерлерге толы болып жатыр. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Дильшаттың әкесімін. Дильшаттың күнәсі не? Дильшаттың Назакатқа және оның отбасына ақша беріп жүргенін сіз білдіңіз бе? Мен ол туралы анау айтқан білмедім мен. Жалпы бергенін өзіңіз дұрыс деп көресіз бе? Дұрыс деп көремін. Мен 2 жыл бұрылдым бар. Негізі егер Дильшат жаман ой болмаса, негізі ол жерде ештеңке... Ондай мен ештеңкесі жоқ. Иә, егер қарыздарын жауып көмектесетін болса... Просто қазір мына жерде Дина немеге жақындап Дильшат келіп, просто так ақша берген жоқ. Жаман оймен оның бәрін істеді деп. Сондайға жақындатып тұр ғой. Әрине, оның шындықты ешкім білмейді ғой, өздері ғана біледі. Сіздердің көршілеріңіздің айтуы бойынша біз іздеп жүрген Баха. Ол Дильшат. Аматсыз ба, сіз Назакатты жақсы танисыз ба? Көршісі боласыз ба? Я көршім ғой, я. Көршін қанша Жоқ, ол Баха деген программаны көрдім, Баха деген. Звезда болып кетті. Танымаймын бұны. Ол мен туралы қалай ақпарат айтып отыр қазір? Бетін неге көрсетпейді? Енді жаңа мен бағдарламада Дильшат, естіп айтшы, отырмын. қызың бар ма, әйелің бар ма? Әйелім бар. Әйелі бар. Қашан 2 қабат. Мен үйленгеніме 8 ай болды. Баха дегені өтірік. Әшейін просто өз аузымен айтып қоя салған ол. Назакаттың бір жағында өтір сөйлейді. Неге дегенде көзге қарасаң өтірік жалғаны сөйлеп, тоқтап бүйтіп, тұраттағы бәріне айта береді. Ешқандай Түркістан бойынша, Қазақстан бойынша Баха деген ешқандай бала жоқ ол жерде. Оны істеп жүрген Қазақстанда бірінде Баха жоқ. Ешқандай Қазақстанның ешқай жерінде жакалип кетіп қалды, больше бірде Баха жоқ Қазақстанда. Бахалардың бәрі сендер негізінде Дильшатсыңдар. У жаққа тойларға жүргенмін, балдарын таныстырғанмын. Бірақ та мен Назакат білен жүргенмін. Назакаттың бірінші қызылығын мен алдым. Бірақ байқадың ба, что-то елдің бәрі айтып отыр. Көршісі да... Көреміз енді қазір. Айтып берген баламға. Сол Дильшаттың өзі. Қай балаңызға айтты?
сол кімге Нұрсұлтанға айтты. Мамасы Бірақ қазір шошқан өтірік келіп айтып отыр отыр да, еді, осы кімге? сөзін Көпшілік доказ шошып еткізіп отыр. берсін. Шын болса да, доказ еткізіп берсін, үлкен деп сыйлаған сайын шеттен шығып бара жатыр ғой. Нұрсұлтан дегенді мен танымаймын. Нұрсұлтанның өзін қолын Мен сындырып вообще кеткен ғой. танымаймын да, көрмегем өмірімде. Назакат, ты же знаешь его лицо, правильно? Вот Бахи. Почему ты его не ищешь? Бахан түрі бұндай емес. Егер Бахан фотосын сұраған кезде менше осы экранға шығартып береді. Мен Баха бұлдай түрі ұқсамайды да, оған келмейді да, ол арқол мынадан да арқол ба. Бақаның суреті бірақ сенде Алып жоқ. берсеңші енді неге оның инстаграм бірдеңкесін нелерге бермеді Бахан? Менен сұрайсың ба? Жоқ, сол айтып тұрмын ғой, обсуждение ма? Инстаграмы бар еді, полициялар сол инстаграм Ана арқылы айтып тұрмыз тапқан Суреттерде бәрі де жоғалып кетті. Жоқ болып кетті. Бәлкім сол суреттер шын мәнінде Гүлшат сенің суреттен болған жоқ шығар. болып кетті. Тағы да қайталап сұрағым Фотоға келіп көп жатыр. түспеймін. Онда неге, енді маған айтшы, не себепті сен жарайды Назакатқа қамқор жігіт болып жүрсің, демеуші болып жүрсің? Өзім қарындасымдай көргем. Одан кейін сен қарындасыңды Кәріммен таныстырасың, солай ғой? Кәріммен бұны екеуінің қолын жетектеп таныстырған жоқпын. Дилшат, Назакат, екеуіңіздің араңызда бір келісім бар сияқты. Екеуіңізде де саудаға, ақша жасауға өте жақсы бейім бар сіздерде. Сол жерден сіздерде бір жұмыс жасаған сияқтысыздар бірігіп отырып, ақша жасаған. Сонда емессіз ба? Сіз өте қыз балаларды жақсы көресіз, әсіресе жалаңаш күйінде фотоға түсіруді ұнатасыз. Сондай деп тұр нумерологиялық сараптама. Нумерология бойынша жоқ, өткен выпускта бар ғой, мен сол нумерологқа тиіспей-ақ қояйыншы дедім. Иә, мен айтқан болатын, Али айтты, оны қойыспай-ақ қойшы деп. Әсіресе бірақ қазір айтты, нумерология бойынша сіз жалаңаш қыздарды фотоға түсіруге жақсы көресіз. Соны цифрамен дәл солай шықты, міне. Уже жестко. Фотоға түсіруді ұнатасыз. Сондай деп тұр нумерологиялық сараптама. Қалай, жалаңаш Али деген досы шығарған, ол тір жаңаш тұрған фотосын. Кім шығарды? Түсіріп алайшы деген, оның өзінің Али деген досы Фотография шығарған, ол тір жаңаш тұрған фотосын. Али деген түсіріп алайшы дегенде түсірген сол Кім жерде. түсірді? Али деген өзі айтты, аузына мамасы, папасы отырған еді. Не мынау балам, ұят емес мына бүйтіп жүрген дегенде, anu жұмыста бірге істеген Али деген балам шығар, Али деген досым шығарған деп сол жерде айтты. Оны Дилшат айтты сізге, иә? Дилшат айтқан емес маған. Мамасы мен папасы отырған, Кәрімнің мамасы мен папасы отырған кезде мен фотосын көрсеттім. Мынандай бала кім тигісі келеді деп айттым. Сөйтсем Кәрім не мынау деді. Кім түсіріп жатыр сонда? Тір жаңаш тұрған фотосын группаға шығарып жүрген. Өзінің? Кәрімнің? Иә. Оны өзінің жанында жүрген жақын досы шығарып жүрген. Сол жерде ата-анасын алып. Сол дос емес, Дилшат шығарған сияқты. Дилшатта сондай не бар? Не себепті онда саған қазір атылып сен ұрып жатыр, Кәрім? Иә, сондай... Мен шығарсам шығадым деп айтам ғой. Сізден өте мықты режиссер, дизайнер шығады, бұл кісі жер бетінде... Сатушы шығады енді. Сатушы, режиссер, фотограф. Сен бала жұмыс істеші деп айтып тұр ғой. Примерно я нені бір шығармашылықпен байланысты жұмыс істеші деп айтып тұрғаны. Ертек жасайтын адам. Порнографиялық бағыттағы? Порнографиялық бағыттағы өзінің қызығушылығы бар. Назакатты сіз фотоға түсіріп сатқан жоқсыз ба фотоларын? Сәрімше тыр жаңалаш кімге түсіртіп тұрсың, мен сол таңғап тұрмын. Сені біреу түсіріп атқанда білесің ғой. Ол да бір момент қой деймін да, өзіне оған талант керек, қабілет керек. Соған қызығушылығыңыз бар негізі. Сіз өте жақсы қабілетті адамсыз ол жағынан. Жақсы жаққа жұмсау керек бірақ. Бақасың ба? Назакатпен жыныстық қарым-қатынасқа түскенсің бе? Түскен болсаң, сен жазаға тартылуың мүмкін, өйткені кәмелет жасына толмаған қызға ешқандай еркектің жолауына құқы жоқ. Яғни сен заңды аттап өткен болуың мүмкін. Осының барлығын анықтау үшін өтірік детекторын тапсыруға қалай қарайсың? Негізі өтірік детектор деген нәрсе адамның шын айтып жатыр ма, ол өтірік айтып жатыр ма деген белгілей алмайды. Бірақ ол нетеді ғой, жүрек қабысын байқайды. Дегенмен, адам өтірік алдаған кезде адамда ол шын болған оқиғаны айтпайды, бірақ адамның миы өтірік болмаған нәрсені ойдан шығарады да, ойдан шығарған кезде бізде когнитивті нагрузка деген нәрсе бар. Сол когнитивті нагрузка адамның миында болған кезде адамның жүрек соғуы, пульс, терлеу,
адамның температурасы мүмкін кішкене көтерілуі мүмкін, ана бет қызарады дейді ғой, ол бет бостан босқа қызармайды ғой, адамның сол когнитивті нагрузка пайда болған кезде, қан қысымы пайда болған кезде, адамның несі жүрегі қатты соққан кезде соның бәрі бетке әсер етеді. Оны невербалды знактар деп айтады. Сол, короче, өтірік детектор адамның кәдімгі тыныштық кезіндегі состояниясымен ана адамның мынандай когнитивті нагрузкасы үлкейген кезін салыстырады да, осы жерде ол өтірік айтуы мүмкін деп айтады. Ол не детектор, өтірік детектор, ол, короче, мынандай 100% не емес, инструмент емес, соны айтқым келіп тұрмын сіздерге. Егер де мысалы қазір Дилшат шошып отырса кәдімгі әр сұраққа, ол мүмкін даже өтірік айтып отыр деп байқалуы мүмкін ол нені уайымдап отқаннан, мүмкін шошып отқаннан. Мен конкретно қазір Дилшат нетіп отқан жоқ, бірақ жалпы нені өтірік детектор жайлы айтып тұрмын. Адам егер просто қорқып уайымдап отса да, соның өзінде де нені өтірік алдады деп көрсету мүмкін. Сол. Одан кейін айтады ғой, бет бүлк етпей өтірік алдайды дегендер бар ғой. Соларда да мысалы детектор лжының кейбір кезде алдап қойып. Өтірік детекторны алдауға да болады. Тұрысын тапсыра берсін. Адам өтірік айтқанда оның қан қысымы да жоғарылайды. Жүрек соғысы да жиілейді. Бұлшық еттерінің импульсі де байқалады. Егер сенің айтып жатқаның ақиқат болса, онда өтірік. Просто қазір Дина соған кімге Дилшатқа анандай психологический давление көрсетіп жатыр да. Қазір в любом случае уайымдап отқаннан өтірік айтып тұр деген сияқты көрсетуі мүмкін. Бірақ дегенмен мен даже қазір бірдеңке айтуға пока мынандай детектор құрылғысына отыр. Дилшат, сен менің сұрақтарыма иә немесе жоқ деп жауап. Негізі бар ғой сол полиграфты сатып алып, нені пазлайфқа жаңа шоу істемедік пе? Жауап беруің керек. жоқ па. Ешқандай түсіндіру жасаудың қажеті жоқ. Тек қана иә немесе жоқ деген жауап. Әрбір сұрақ саған алдын ала түсіндірілген болатын, мән мағынасын біліп тұрсың. Ендеше бастайық. Біз Алматыдамыз ба? Иә. Бұл тек қана полиграфтың принципі емес, кез келген менталист, кез келген адам, мынандай өтірікті байқай алатын адам, ол алдымен белгілі сұрақтарды қояды. Сол сұрақтармен адамдардың өтірік алдап жатыр ма, өтірік алдап жатқан жоқ па, солай нені байқайды. Не себептен? Өйткені адамдардың шын айтқан кезінде қандай поведение болады, және өтірік айтқан кезде қандай паттерн болады, соның бәрін тексереді. Дилшат, Назакатты қыз ретінде ұнаттың ба? Я дейін десе, үйде де әйелінен папа дос болады. Жоқ деп айтайын десе, мына жерде полиграф папаны дос қылады. Ай, Дина, ё-моё. Не деген адам? Жоқ дейді. Назакат Раметовамен араларыңда жыныстық қатынас болды ма? Өзінің туысқаны бар, Дилшат деген. Сол қыз бала машинаға мінгізіп бұл қызды алып жүреді. Назакат Раметовамен араларыңда жыныстық қатынас болды ма? Жоқ. Назакаттың Баха деп жүрген жігіті сен бе? Баха деген сол өздері выдумать етіп, сол Дилшат шығару, сол Баха деген. Сонда Баха деген кім сіздердің ойыңызша? Мен өзім Дилшат деп ойлап отырмын. Баха дегені өтірік. Ешқандай Түркістан бойынша, Қазақстан бойынша Баха деген ешқандай бала жоқ. Жаңа Дилшат айтқан, мен Назакат білен жүргенмін. Назакаттың Баха деп жүрген жігіті сен бе? Жоқ. Мен емес. Назакатты жүкті етіп алдым деген күдікпен әдейі Кәріммен таныстырдың ба? Өлесі
ағайынды біліп қойса, бізді екеумізді де басымызды алып тастайды дейді дағы, өзінің басын алып қашыратын болады дағы, кәрімен таныстырады. Өз келді үй жақа. Машинада абаған қызды, Назакатты. Мен соны екен апшыны ұстап кеткен мен Назакатты. Бізге Дилшат туралы айтып берші, ол қандай жігіт? Нормальный бала. Нормальный бала Қайда емес, жұмыс ол өзі істейді, жатып жұмыс екі істейді ме? қойып қойған қызды саған әкеп таныстырды. Қандай нормальный бала ол? Назакатты жүкті етіп алдым деген күдікпен әдейі Кәріммен таныстырдың ба? Жоқ. Араларыңда болған жағдайды жұртқа жаймас үшін Назакатқа ақша беріп жүрдің бе? Таксаут еткен кезде 2000 теңге, 1,5 теңге беретін Назакатқа. Кейде ақшам болмай тұрып, кейінгі жол қосып берейші деп сөйткен жағдайларда болды деді. Араларыңда болған жағдайды жұртқа жаймас үшін Назакатқа ақша беріп жүрдің бе? Мына жүрек анда не ужытқан шығар екенсіз. Раз, это хардбарас. Жоқ. Бірақ түрі покер фейс қас қараса. Жоқ. Назакаттың пәктігін алған сен бе? Бірінші өзің бөлесімен сол алар қыздығын. Дилшаттың өзі айтқан, Назакаттың бірінші қызылығын мен алғам деп айтып берген баламға. Назакаттың пәктігін алған сен бе? Жоқ. Сен креслода отырсың ба? Иә. Жоқ. Түсіндім, просто Күлетін үстен кесіп жатыр негізі. Жауаптарыңа рахмет. Или мына жерде просто сондай жағдай болып тұр да, әркім өзінің шындығын, әркім өзінің өтірігін айтып тұрды да, и нені былай уже шындықты хотя бы былай. Жай білесің ба, қазір мына Дилшаттың өтірігі шықса, барлығы кім кінәлі екенін сразу білініп қалады да. Сол үшін өткендегідей сөйтіп ойлап едік қой. Көреміз қазір. Мен айырып, бәленің бәрін бастап, бой жетпегенді бірінші бүлдірген сол бөлесі Дилшат деп отыр. Ал Дилшаттың өзі қарындасыма ағалық қамқорлықтан басқа Қалай сонда все-таки рейтинг жасау үшін просто біз олар негізі бір-біріне бөтен адамдар ғой. Бөлесі, ағасы, сіңіліне деп сондай нені әдейі туыстас қылып істеп сондай. Арасында, туыстардың арасында осындай қатынас болды деген сияқты. Әкеліп отыр ғой. Резонанс деу үшін. Ештеңе жасамадым деп ағынан жарылды. 90 ауыз сөздің түйінін өтірікті анықтайтын құрылғы. Бірақ олар бар ғой, мына отбасы жайдан жайында масқара болып келіп отырған жоқ қой. Олар негізі оларға астарлы ақиқат гонорар төлеу мүмкін, өйткені пусть говорят төлейді. Келген үшін. Енді былай ойласа төлеуі мүмкін. Қоймақшы. Эфирде астарлы ақиқат және біз жалғастырамыз. Дилшат, өтірік детекторында отыру, жауап беру. Что-то неге образы совсем үркетінде. Неге? Енді ондай отырып көрмеймін ғой. Бірінші рет. Қиын дедің? Ең қиын сұрақ қайсы? Ондай көрмеген ғой ондай нәрсені. Мен. Ол жақсы. Ол бізге нәтиженің айқын болуына көмектеседі. Қалай ойлайсың? Полиграфты алдай алдың ба? Жоқ. Егер зерттеу нәтижесі сіз күтпеген ақпаратты берсе, не істейсіз? Мен балама сендім. Біреуді алдап, біреудің қиянат жасап жүрген бала емес. Ешкім, ешбір ата-ана өзінің баласын жаман деп ойламайды. Ендеше, сараптама нәтижесін бірге білейік. Өтірікті доғару керек деп ойлаймын. Студияға. Уже айтып қойды ғой, уже айтып қойды ғой, нені өтірік айтып жатқан. Өтірік детекторы бойынша зерттеу сынама жүргізген полиграфолог
психологтың қорытындысын шығаруды сұраймын. Тағы бір эксперт деп. Енді мына кісінің түрі эксперт деп соқ тұр. Прикинь, психолог, полиграфолог келіп айтса да кімге нені. Так, полиграфтың айтуы бойынша сен жалаңаш қыздар фотографияға түсіресің деп. Сонымен өтірік детекторы бізге пайызбен жалған жауаптардың ықтималдылығын көрсетеді. Менің саған қойған бірінші сұрағым, Назакатты қыз ретінде ұнаттың ба? Жоқ, дедім. Құрылғының есебі бойынша өтірік ықтималдылығы 13%. Қошеметтер. Дилшат, ақиқатын айтқан. Араларыңда болған жағдайды жұртқа жаймас үшін Назакатқа ақша беріп жүрдің бе? Өзім қарындас ретінде бергем. Сұрақ, араларыңда болған жағдайды жұртқа жаймас үшін Назакатқа ақша беріп жүрдің бе? Жоқ. Өтірік ықтималдылығы 0,3%. Жақсы, екі сұраққа шындығыңды айтқан екенсің. Правда, да? Назакаттың Баха деп жүрген жігіті сен бе? Жоқ, дедім. Жоқ. Назакат, сенің Баха деп жүрген жігітің Дилшат па? Жоқ. Ой, емес. Өтірік ықтималдылығы 67%. Өтірік 50-ден жоғары. Қыз өтірік жетіп. Сіздер өтініш араласпай отырыңыздаршы. Эмоция көрді? Айтыр, байқадың ба сол? Бірден ауыз жауып түстейді. Қадегенді танымам. Баха деген керек болса осы жерге шақыртам мен. Қаяқтан болса да шақырған дұрыс болушы еді негізі. Бірақ мыналар бар ғой, кімнің Шуригинның полностью несін қайталап отыр ғой. Шуригина тоже кімдермен эксперттермен алысып, ұрысып отыр еді ғой. Бірақ Шуригина бір жағынан қараған кезде кішкене анандай. Жоқ, ол енді вообще ненормальный болды ғой. Айтқан сөзіңде тұр. Тұрам. Демек, осы бағдарламаның жалғасы Полиция болады. қызметкерлері болса да мен тауып аламын, мен ол бағам. Төртінші сұрақ. Назакатты жүкті етіп алдым деген күдікпен әдейі Кәріммен таныстырдың ба? Жоқ. Өтірік ықтималдылығы 33%. Сізге сенуге болады. Назакаттың пәктігін алған сен бе? Жоқ. Өтірік ықтималдылығы 11%. Назакат Раметова мен араларыңда жыныстық қатынас болды ма? Жоқ. Жауабың өзгермейді ғой. Болмадың? Болмады. Жоқ. Интрига істеп тұрар, жостық. Ендеше нәтижені оқиын. Назакат Раметова мен араларыңда жыныстық қатынас болды ма? Деген сұраққа Дилшат жоқ деп жауап берді. Примерно программаны 40 минутқа дейін созу керек қой сөйтіп. Жалған жауаптардың ықтималдылығы 98%. Әрине болды. Жыныстық қатынаста болды ма соңында? Олай болу мүмкін емес қой. Яғни аппараттың есептеуі бойынша
дәл осы сұраққа келген кезде сенің қан қысымың жоғарылаған. Жүрек соғысы өзгерген. өзің де болып тұрсың. Аппаратта жаңылыс бар. Аппарат жаңылысы бар екен. Аппараттың айтуы бойынша сенің физиологияң 98% өтірік айтты деп тұр бізге. Олай болмайды. Назакатты отырғызма? Басқа сұрақтардың бәріне сен жайбырақат жауап бергенсің. Бірақ Онда уже астарлы ақиқат емес уже. дәл осы сұраққа келген кезде Полиграфты деген программа. тосылып қалдың. Не себепті айта аласың? Негізі барлығын кезек сол неге отырғызып тұрмаймын неге детекторға. Сында. Қорқыныш болады ғой адамда. Егер сен ақ болсаң, неден? Неден қорқасың? Ондай жерге келмеген. Телеарнаға. Назакат. Болмаған болды деп шығарамайды ғой ешқашан. Мен болмаған, болсам болдым деймін. Менде не керегі бар, сонша пазар болдым, одан кейін ер жұртқа пазар болдым, маған не керегі бар? Хабарымызды жалғастырайық. Қазіргі таңда біздің тілшілерімізге белгілі болғандай, Кәрімнің анасы Назакат сізді өзінің үйіне шақыру үшін қатты дайындалып жүр екен. Келіңе деп алған әдейі міне мынау. Мынау көрпесі міне алып қойғанбыз. Құда қалса келін алсам осыны қылам, осы соған береміз деп. Дайындап қойғансыз. Иә, енді мындай алып қойғанбыз, бірақ биыл келін алам деген ойымда жоқ еді ол. Көрпенің нағоры, міне шашықтары, мынау көйлек, мынау орамал міне. Иә. Орамал, міне орамал. Иә, мынау дастархан алып қойған міне. Дастарханмен. Мына шашықтар алып қойған келінге деп. Міне дастархан, құда қалса адам келсе салатын дастархан алып қойған міне. Міне. Енді осылардың барлығын Назакатқа берем деп отыр ма Құда қаласа беремін, ол келін болған екен соған берем. Бірінші келген күн осы орамал таққан. Әдемі екен. Бұл орамалды ол кісіге ұнады ма? Иә, ұнады. Мәз болып тақылып, мақыл рахмет мама деп екі бетім өпті Назакат міне. Мына жерде кімші Назакаттың түріне қарасам, жоқ, Назакаттың түріне қарасам, как будто ұялып атқандай болды ма? Анандай ұялған емес, ұялып қалдым деген, приятный ұялған болады ғой. А, сондай ма? Иә, сондай болып тұр, қарасаңшы. Әне көрдің бе? Жоқ, оның түріне қарасам, типа, өтірік алдамай-ақ қойындаршы деген сияқты түрі болып тұр. Білмеймін. Қазір көресің. Бұл өзі бір бөлмеге арналған екен, Иә, бір бөлмеге алып, сол Назакат мен баламның бөлмесіне деп алып қойдым мені. Құда қалса екеуі тұтады. Назакат. Қалай? Бір сандық дүние жиналып жатыр екен. О жағын білмеймін, мен естіген жоқпын. Міне енді біз көрсетіп жатыр. Бірақ мен алып барып үйге қайтқасын басқаша әңгіме естідім мен. Енді Гүли ханымның айтуынша, әлгі мынау қызыл орамалды басына таққан екен. Тақтым. Тақтым дейді. Өйткені әжесі шашын жайып жүргенім, шашын жабыратпай, шашыңа орамал тағып деп. Сол үйде қазір әжесі бар ғой. Ұнады ма енді орамал таққан кезде? Енді орамал болсын, бәріне ұнайды ғой. Дейді, бетімнен сүйіп алды дейді. Артыңнан сонда қандай сөз айтылған? Енді оны айтпай-ақ қойын. Айтқаны сотталмау үшін деген, қызды алдап ұстап әпкелаңдар. Алдап ұстап әпкелаңдар. Кейін кете алмайды, көтінен тебесінен, басқа жерден тебесінен өздерін білесіңдер. Өзі итке ұқсап жалынып келеді деген. Керек болса қазір WhatsApp-ымда тұр, сол запись шығарта аламын. Оны кім айтып жүр саған? Айттым ғой. Сырттағы адамдардың өтірік айтпақпыңдаршы деген сияқты. Енді мен білмеймін қалай шын мәнінде болды. Бірақ просто соның кімнің Назакаттың түрі сондай болды да. Құдай берсеңіз. Кәрімнің телефонына жіберген солды. Мен шұқылап отырып соны естіп қалдым. Сөйтіп өзіме оны жіберіп алдым WhatsApp-ыма. Кім айтқан сонда? Әжесі айтқан. Сол үйдегі әжесі ма? Иә. Фатима апай, айтыңызшы, Кәрімді кешіру үшін, егер ол өз үйін сіздерге берсе жеткілікті ме? Жоқ. Үйінде бермей-ақ қойсын, іштеңесін бермей-ақ қойсын. Ал сұрадың ба? Сұрағаным рас.
Кәрімнің осы туралы не айтқанын тыңдайықшы. Бізде сол бір үйді, жерді көріп қайтқан болатынбыз. Кәрім, мынау сенің үйің ба? Жоқ, әке шешем үйі бұл. Ата-ананың үйі. Иә. Өзің соғып жатсың ба? Жоқ, папам екеуміз. Жалпы үй неше бөлме? 5 бөлме ғой өзі. 5 бөлме. Иә, оны спальный. Спальный, жатын бөлме, иә? Иә. Сосын? Арғысы детский. Бұл. Балалардың бөлмесі болады? Иә, балалардың бөлмесі. Назагет көнсе бұл баланың спальныйсы болады, детский. Мұны назагет екеуміз жататын бөлме болады, спальный. Бұл қандай бөлме? Қонақ күтетін бөлме? Негізі жалпы. Иә, қонақ күтетін бөлме ғой. Қанша жалпы үйдің жалпы өлшемі қанша? 5,5-да 9 ғой. Мына осы бөлменің? Иә, мұндайға 5,5, мұндайға 9,5. Ал мына үйдің жалпы өлшемі қанша? 14-ті, 15-і сондай ғой. Назакат осы үйді сенен талап етіп тұр ма, жоқ әлде не болып жатыр, соны айтшы. Маған айтып жатқан үйімен намыма аударасың, екен сенімен бірге барып тұрам дейді. Әке шешем үйі ғой. Не деп отырмын оны? Назакаттың өзі. Үйді Назакаттың атына аударуың керек. Иә, үйінкен кеп сен тұрам бірге дейді. Құжатын. Иә. Сосын сенімен тұрам дейді. Иә. Бұл менің үй ешқандай маған тиісті емес бұл үй. Әке шешем үйі. Мына жерде соншалықты барлық өтірігін айтқанда барлық адамдар уже миын ашып кетті шын Уже білмейсің кім шындық айтып жатыр, кім өтірік айтып жатыр. Былай қарасам бәрі шын айтып жатқандай сияқты болады. Былай енді бірақ бір-бірлерін естісең, уже барлығы кішкене енді толықтай өтірік емес, барлығы бір өзінің бір белгілі мынандай несін, мақсатын іздеп, кішкене шындықты өзгертіп жатыр деген сияқты ой келеді. Әр кейіпкерге бір кезде жалко болады, бір кезде сенесің, бір кезде өтірік алдады, не үшін деп ойлайсың да, бірақ мысалы өткен нені выпусты қараған кезде Кәрімге мынандай негатив болды, негативті эмоция туындайтын. Былай қарасаң енді қас жігіт дайындалып жатыр, істеп жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Уже анандай бір ондай негативті эмоция жоқ. Бірақ басқа жағынан қарасаң, Назакаттың жаңа WhatsApp-тағы сообщениесі шын болуы мүмкін. Ол кезде тағы да негатив. Қайтадан негатив пайда болады. Бұл ана ненің, короче, бұл ана ток-шоулардың несі болып, секретный ход анандай кімдердің, адамдардың осындай эмоциялармен ойнайды. Адам кез келген адам белгілі бір стабильный эмоционалды тұрғыда болады. Бірақ адамды бір шеттен басқа шетке шайқай берсе, уже адамның несін дестабилизация дейді ғой. Сол дестабилизацияға адам түссе, адамның ойын белгілі бір сценариймен жіберуге жеңіл, оңай болады, иә. Мен өзімде үй жоқ, ау. Назакаттың талабына не дейсіздер? Орынды ма? Мен үйіңді бер, атымы өткіз, содан кейін тем, анауына ондай әңгіме болған емес. Мен туысқандар жағынан сондай әңгіме болып жатыр. Үйіңді сондай істесең қалай болады екен деп айттым. Мен үйіңді маған атыма аудармасаң саған тимеймін, болмаса тем деп ондай әңгіме болған жоқ. Менің ойымша ол Назакаттың өзі айтып жатқан жоқ, біреу айтқызып отыр ғой ол жерде, бір үлкен бір кісі айтып жатыр ғой ол жерде. Ол Назакаттың ойды жеткізді, білмеймін, мамасы айтқызып отыр, мүмкін туысқандар біреу айтып отыр ғой ол жерде. Ана жақ сотталып келмес, сотталып кетпесін деп тұр, мына жақ үй деп тұр ғой енді. Страховка ғой бір-біріне, тік-тік. Назакат, сен әрине қазіргі таңда өте қиын жағдайдасың негізінде. Мен шын айтқан кезде саған қандай ақыл берерін деп білмей тұрмын. Тек ойланатыным, қазір қолыңда кішкентай Ахмет бар. Ертең Кәрім сотталып жатса, менің әкемді соттатқан менің анам деп оған ауыр тимей ме? Сол сұрақ қана шын айтқан кезде мені қатты мазалайды. Бірақ менің ойымша тұрмысқа тек қана махаббатпен шығу керек. Негізі мен оны соттатсам, мен оған бәлеқорлық соттатқан жоқпын ғой. Өзің істеген кінәсі үшін сотталайын деп отыр ғой. Әрине, оның да дұрыс. Назакат, сізді сахнамыздың ортасына шығуды сұрасам болады ма? Келе ғой. Шоу істейін деп Айбой, айтты ма шоу болады қазір деп. Дәл осындай Кәрім шылай басып.
Короче, ресейліктердің ана енді әртүрлі программалар болады ғой, типа, детектор лжи сияқты. Енді давай поженимся болып кетті ғой мынау. Қайда кетіп қалды десем, мына жігіт мына жақта жүр екен бұл. Жесть. Базар ғой. Көрді ма? Жоқ, әлі көрген жоқ па? Кәрімнің өтініші болады. Сіздер мықты отбасы боласыздар, назарбек. Сен кешіруің керек, сен жүрегің үлкен. Түсінуге болады. Жоқ, иә, әрине түсінуге болады. Назакатты да, Каримді да түсінуге болады, өйткені бұл толықтай анандай неден жауапкершіліктен мүмкін қашып жатқан жоқ та. Мүмкін баласын қолына алғаннан кейін, баласын иісін сезгеннен кейін мүмкін анандай басқа ойлар пайда болды да адамның ішінде. Отбасы құрайын, етейін деген сияқты, әке болайын деген сияқты. Кешіре аласың. Ради ребенка, ну, что? Балаң үшін. Балаларың сендерге бақыт сыйлайды. Естественно. Баланы екеуің әдемілеп өсіруің керек. Соның басына мойнау керек, баласы екен бұл да. Ну откуда мы знали? Откуда он знал, что это его сын? Сама подумай. Құрметті сарапшылар. Бір сәт сабырлық танытайықшы. Мен сонша елге шығарып қойсын, несіне жұмсап жатыр? Енді еркекше көтеремелеп тұр ғой сол шығарып қойған. Көтермей қойсын, өз балам өзім баға. Кешірімшіл бол. Керек емес. Кешірім сұрауға ол міндетті, бәрібірде. Бірақ кешіру ол міндет емес. Иә. Керек емес, мен бұны мына жерде бүйтіп тұрғызбай қойын, керек емес. Сол жігіттермен не істерге дейді. Қанша уақытты босқа жібермей қазір қабылдау керек. Сен кешір деп айтып жатырсың ғой. Тұрмысқа шық деп айтып жатқан жоқсың, иә? Өйткені тағы да қайталаймын. Назакат кәмелет жасына толмаған. Ешкім сіздерге жамандық жасатпайды. Бәрі екеумізді кешірме. Бірге боламыз деп. Өмірім ақырға дейін. Азыр? Кешірме. Ойлайды осың. Кешіретін болсам, полицияның аңда кешіретін ғой. Халықтың аңда кешіруім керек жоқ, кешірмеймін. Назакат, біз сені қинамаймыз. Бірақ негізі бұл да Кәрім жақтан мынандай бір нені оған да жеңіл емес қой, елдің көзінше 18 миллион халықтың көзінше басын кішірейтіп кешір деп айтуға я мойындап тұрмын деп. Бірақ алдындағы программада, шын мәнінде алдында программада болғаны, өтірік айтқаны, анандай неткені кішкене дұрыс болмады да. Кішкене емес, толықтай дұрыс болмады да. Бірақ былай нені, былай кешірім сұрап тұру, ол да жеңіл емес негізі. Осылай ток-шоулардың кейбір аяқтарында осылай болушы еді ғой, гүлмен келеді, анау-мынау. Мен бірінші рет көріп тұрмын осындай жағдайды, когда келеді и бас кейіпкер типа келіспейді, анандай ары кет деген сияқты. Ондайды бірінші рет көріп тұрмын негізі. Кешірмейсің ғой? Кешірмеймін. Менің ойымша, Кәрім, уақыт керек. мен саған бір құпияны ашайын. Жақындап жүр. Тұрайық осы жерде. Ең алдымен кешірімді білесің бе, кімнен сұрау керек? Анасынан. Анасынан. Өте дұрыс. Ақылың бар жігіт екенсің. Мынау кешірім десем. Бере ғой, анасына. Ана кешірме. Ана. Не? Ана. Кәрігім. Сонша табанша кеп қоғысы Алыңыз. Ана кешірме. Алыңыз. Сіз мықты болсаңыз ше, сізден бүткеннен кейін қызға қарың ол не қылады? Жоқ, кешірмесеңіз, кешірмеңіз, бірақ гүлді алыңызшы. Иә. Ала қойшы жаңыз, ала қой. Көңіл қой енді, ала қойшы, ала қой. Жаңа Кәрімге сондай қиын болды. Иә, өзім түйіліп просто бір секундқа өзімді соның орнына қойып қойдым да анда нені. Екі жақтан анандай ыңғайсыз деген де сөз дұрыс болмайды ғой деймін. Ондай сөз жоқ сияқты. Жаман болды жаңа. Терлеп кеттім бір жағынан. Анау отказ берді, мамасы отказ берді. Қай жерге керегім, бәр жерде керек емес сияқты өзін сезініп қалды ғой бала. Кішкене үміт бар. Екі күліп күліп. Негізі былай айтсам бар ғой,
менің ойымша, мен жеке субъективті мнениемді айтайын деп, екеуінен де бар негізі. Екеуінен де бар ма? Негізі тұр баспа, назакатқа келіп, және Кәрім өзі айтатын болса, иә, мен басында мойындаған жоқпын, менен қате болды, бірақ мен өз қатерін түсіндім, енді барлығын басынан бастайықшы деп айтқан кезде. Типа, иә, телевизордың алдында, камераның алдында емес, ең басында, бұл Кәрімнің баласы деп белгіленген кезде үйіне келіп, типа, осылай гүлмен келіп, енді мүмкін келген шығар, мүмкін келген жоқ шығар. Ешкім білмейді ғой оны. Бір минут аяқталды ма осы оқиға? Жақсы жар бола алмадың. Жақсы жігіті бола алмадың. Бірақ жақсы әке болу, қамқоршы болу, ата-анаңның мақтанышы болу, өр тұлға болу сенің қолыңда. Кәрім, мен саған сенгім келеді. Ең бастысын ұмытпа. Ол сенің ұлың. Ұлға әке керек. Және ұл өзінің әкесіне қарап өседі. Сен қандай болсаң, сенің балаң да сондай болады. Осыны ешқашан ұмытпашы. Осымен аяқталды. Соңында айтайын десем, жаңағы менің ойымша біздің соңғы ойымызды білмеймін, келісесің бе жоқ па, Дина Төлепберген өзі айтып шықты, иә. Біз де сенейік, Хасан деп, Кәрім кәдімгі жақсы әке болатынына сенейік. И так-та көптеген жаман комментарийлер бұл видеолардың астында болып жатыр. Екі жаққа да боқтықтар болып жатыр, сондықтан кішкене позитивті ойық, достар. Және бүгінгі біздің реакциямыз ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды басыңыз. Осы видеоның астына тағы да қандай бағдарламаға реакция түсірейік, соны жазып кетіңіз. Қандай бағдарлама дегенде разбор жасап көрейік. Немесе қандай видеоға жазсақ болады, соған да жазып кетсеңіздер болады. Ал сіздермен бүгін болған мен Әділ және Али. Арнаға міндетті түрде жазылыңыз, қызыл подписаться батырмасына басыңыз. Әдемі пікірлерді қалдырыңдар, достар, пожалуйста, әдемі. Боқтықсыз. Сонда бүгінгі видеом барысында сіз жақсы пікірлерді көріп отырдыңыздар. Дәл солай келесі видеода да шығып отырарсыздар. Сондықтан жазыңыз, тіркеліңіз, лайк басыңыз. Ал біз бүгінге осы. Бүгінге осы. Болды? Давайте.